3 жыл бұрын болған ұшақ апатына қатысты жаңа деректер шықты. 2 дәрігер мен 3 бірде экипаж мүшесі қайтыс болған Алматы түбіндегі әуе апатының себебін анықтаумен айналысқан комиссия мүшелері министрліктің істі қайтадан тергеуді сұрап отыр. Олардың айтуларынша Алматыдан Шымкентке асығыс аттанған санавиация ұшағы бастапқыда айтылғандай техникалық ақаудың кесірінен құламаған. Ұшақты әлде біреулер атқылаған деп болжайды мамандар. Бастапқы сараптамада апаттың негізгі себебі ретінде техникалық ақау деп көрсеттік. Одан кейін екінші пилоттың дайындығы да күмән келтірген еді. Яғни оның бұл ұшақты басқаруға құжаты болмай шықты. Алайда осы жылдың сәуір айындағы тексеру кезінде пилот кабинасынан оқ іздері анықталды. Бұл ұшақ сыртқы әсерден құлаған деген сөз. Сол үшін бірінші сараптамадан бас тартып, қайтадан тергеу жүргізуді сұраймыз. Өйткені шындық айтылуы тиіс. Естеріңізге салсақ, Eastwing әуе компаниясына тиесілі Ан-28 санавиация борты Шымкентке ұшып шығып, Алматыдан 28 шақырым жерде құлаған болатын. Ішіндегі 5 адамның бәрі қаза тапты, 3 экипаж мүшесі және 2 дәрігер. Соңғы 2 Шымкенттегі облыстық ауруханада жатқан әйелге көмекке бару тиіс еді. Бірінші сараптама қорытындысы бойынша ұшақтың техникалық ақау себептерінен құлады делінген. Соған қатысты әуе компаниясы басшылығы сотқа тартылды. Енді сарапшылар ол ойынан айнып, ұшақты әлде біреулер атқылаған деген болжам жасап отыр. Сол үшін де қайта тергеуді талап етеді. Десе де индустрия министрлігі мұнымен келіспейді. Өйткені апатқа ұшақтағы ақау себеп болғанына сенімді. Одан қалды әуе компаниясы ғана емес, сол ұшақты Ресейден қабылдап алған азаматтық авиация комитеті де жауапқа тартылуы тиіс деп есептейді. Дұрыс тексерілмеген ғой, шынын айту керек. Ұшақтың құжаттары. Оны мен кезінде айтқанмын. Қарамаған тұлғаларды жауапқа тарту туралы. Жаңағы азаматтық авиациядағы істеген кісілер тіркеу кезіндегі және ұшу сертификатын беру кезіндегі тексерген кісілер жауапқа тартылу керек еді.